Саламатсыз ба? Мен Абдулла Қызманшек, жалпы медицина факультетінің 302-ші А группа студенті. Бүгінгі біздің өндірістік практикамыздың тақырыбы құлаққа дәрілік зат тамызу болып табылады. Біз оны дәрілік затты емдік мақсатта құлаққа тамызамыз, және ол үшін бізге керек құрал-жабдықтарды айта кететін болсақ, оған бізге дәрілік зат, жарамдылық мерзімі өтіп кетпеуі қажет, және бұның температурасы жылы, яғни 35-37 градус аралығында жылы болуы қажет. Стерилді пипетка, пинцет, дәрілік тампондар және лоток қажет. Және қалдықтарды тастауға арналған Б классы қажет. Ең бірінші біз қолымызды әбден өңдеп алуымыз қажет, және қолымызға стерилді перчатканы киіп алуымыз қажет. Ең бірінші пациенттің отыруын немесе жатуын сұраймыз. Одан кейін басын оңға немесе солға қарай қисайтамыз. Одан кейін пипетканы алып, дәрі заттың ішіне вертикальды бағытта салып, жинап аламыз пипетканың ішіне. Одан кейін пациенттің құлақ қалқан сыртқа және жоғары қарай тартып ұстап, дәрілік затымызды пипетка арқылы керек мөлшерде тамызамыз. Одан кейін мақта тампонды алып, пациенттің сыртқы есту жолын басып, осылай осы қалыпта 7-10 минут отыруын сұраймыз. Ағып кеткен сұйықтықтарды, яғни дәрі затты осы мақта тампонымен сүртіп, қалдықтарды тастауға арналған Б классына перчатка киюін тастаймыз.